Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақзере достар. Бүгінгі видеода менде жаңадан сериал болайын деп жатыр. Бұл ұрлықшы қыз деген болады, ал ендеше бастаймыз. Тұртыш біреу звондап жатыр. Не дейді, кім? Алло, сәлеметсіздер ме? Не болып қалды? Кім, Жасмин? Иә, не болды? Ұрлық жасады дейсіз ба? Кешіріңіз енді, кешіріңіз. Енді біз оны қадағалаймыз. Кешіріп қойыңыздар, енді қыз ғой, ойнағысы келген шығар. Кешіріңіздер енді. Енді қадағалап жүреміз. Енді қадағалап жүреміз. Жақсы, сау болыңыздар. Не дейді, тағы да ұрлық жасап қойған ба? Тағы да бірдеңені бүлдіріп ұрлық жасап қойыпты. Бір сол қызды жөндете алмай қойдық қой өзі. Уже устала. Кеттім, тағы бір нәрсе ұрлық жасап келеш, а то уже скучно меня. Қызым, бергелш. Не болды? Сен тағы да ұрлық жасап жүргесің ба не? Жасадым, не болыпты ал? Қызым, ұрлық түбі қорлық деген. Неге ұрлық жасай бересің? Не болыпты ұрлық жасаса, оның не жамандығы бар? Анаңды тыңдасаңшы, ұрлық түбі қорлық, қазақтың мақалы бар. Ұрлық жасама. Сенің де затыңды ұрласа жақсы ма? Ешкім менің затымды ұрламайды. Өйткені мен өз затымды қадағалап жүрем. Қой қызым, неге мен сіздердің айтқандарыңызды тыңдау керекпін? Ұрлық жасайын ба жасамайын ба, мен өзім білем. Мен есейдім. Мен баяғы кішкентай жасыммен емеспін. Енді мен сіздердің айтқандарыңызды тыңдамайым. Мына қыз қайтеді, Тоқта. Жарайды, болды. Сабыр сақта. Қайта. Ұрлық жасама деп мен өшеті өзім білем ғой, не істесем де. Ана қыздың сөмкесін ұрлап кетейін ба? Қайда? Әкел менің сөмкемді. Не істемекшісің мен сөмкемді? Түсінікті. Менің анам сен туралы көп айтқан. Менің анамның құрбысының да заттарын ұрлап кеткен сен емессің бе, я? Онда сенің шаруаң болмасын. Осы сен неге ұрлық жасай бересің? Ақша керек болса өзің еңбегіңмен таппайсың ба? Қазір жұмыс көп емес пе? Официант деген секілді жұмыстарды жасап ақша табуға болады ғой. Сен кімсің маған ақыл үйрететін? Кетші бар. Жарайды, өзім біл. Осы орман тыныш секілді ғой барлық қалаларда. Қыздар, не болды? Мына қызды қарандарш, біздің ағамыздың, апамыздың, тәтеміздің, мамамыздың заттарын ұрлаған қыз емес па, который? Қан? Сол қыз ба не? Сол қыз ғой, жүрсін қараш. Сын айтам, өзі ұрлағаннан кейін қашып кетіп орманға тығылған шығар. Дұрыс айтасың. Отырсын қараш ендігі. Жүріңдер барып біздің өзіміздің заттарымызды да, тәтелеріміздің де заттарын алып алайық. Ана қызды ұрып соғып. Ол қызға әліміз жетпейтін шығар. Сын айтам, қыздар, біз енді содан қорқамыз ба? Біз үшеуміз. Не біреу. Жүріңдерші барайық. Привет. Не керек сендерге? Еще не керек екен сұрап тұрсын ба, бізде не алмай? Сын айтам.
В общем, не керек, тез айтыңдаршы. Короче, сен біздің тәтеміздің заттарын қайтар. Қандай заттарды айтып тұрсыңдар? Қандай заттар? Сен вообще-то менің ағамның добын ұрлап алғансың. Біле білсең. Ал сен менің тәтемнің кошелегін ұрлап алдың. Ал сен менің анамның тоже кошелегін ұрлап алдың. Тез қайтар. Қайтармаймын, неге қайтаруым керек? Қыздар, мына қыз бізге басынайын депті ғой, что-то біз білмейтін секілді қандай қыз екенімізді. Соны айтамын, давай оған көрсетейік. Давай. Қыздар, неме істейін деп жатырсыңдар, а? Қойсаңдаршы. Сен білмейсің ба не? Бұл да жаңа сенің сумкаңды ұрламақшы болған қыз емес пе? Сен сонда оны қорғаштап тұрсың ба? Маған сен көмең керек емес, бара берші, мыналармен өзім ақ сөйлесем. Жоқ, олай болмайды. Сендерде бір затты байқамай ұрлап кетсеңдер, сендерді жақтырмай кетсе, сендерге де жаман ғой. Біз ешқашан байқамай да әдейі де затты ұрламаймыз, біле білсең. Сонда да біз бәріміз адамбыз ғой. Енді бір-бірімізбен төбелеспейтін шығармыз. Басқа істейтін шаруаларың жоқ па? Бар болса сол шаруаларын істеңдер. Бізге кеп сөйлемей. Бар кетіңдер. Сен әлі жасырынбай қой. По-любому сенің кегімізді аламыз. Сол заттарды өзімізге қайтан алып аламыз. Жүріңдер, подруги. Жүріңдер, шыналарды көргім кеп тұрған жоқ. Жүр. Сен неге мені құтқардың? Мен сенің сөмкеңді ұрламақшы болдым ғой. Ештеңе етпейді. Сен маған жақсылық жасадың, енді мен де саған жақсылық жасайын деп айтуға болмайды. Жарайды, сен маған жамандық жасасаң, мен саған жақсылық қылайын деп жақсылық жасадым. Давай екеуміз подружка болайық. Бірақ сен мен подружка бола алмайтын шығарсың. Мен әйтпесе ұрлықшы боламын емес пе? Ештеңе етпейді. Құрбы болудың ештеңе қиындығы жоқ. Менің есімім Зарина. Менің есімім Жасмин. Ондеше екеуміз дос болайық. Жарайды. Жүр кеттік. Екеуміз паркке барып келейік. Жақсы, жүр кеттік. Жүр. Кстати, менде ақша жоқ қой. Жоқ, мен төлей саламын. Жоқ, керек емес. Жоқ, мен төлей саламын дедім ғой. Сәлеметсіңдер ме, қыздар? Балымызды сатып аласыңдар ма? Жарайды, балымызды сатып алсақ, балымызды сатып алайық. Қанеки, кім қандай алады? Мен клубничный алайын. Мен кәдімгі сүттен жасалған. Жет, мен клубничный алайын тоже. Жақсы, ақшаны кім төлейді? Қазір мен сізге берем, сумкамнан берейін. Жақсы, келіп тұрыңдар. Жақсы. Жүрмінді отырайық. Давай. Дәмді екен. Қой, мен кеттім, дүкенге барып келуім керек. Дүкенге? Не үшін? Бірдеңе чипсы бірде алайық. Еще үйге нан дегендей. Сенде ақша жоқ еді ғой? Қарызға ала салатын шығармыз біздің үйде жақтағы. Жарайды, қарызға болса қарызға, мен де өзіме бір бәле алып өзіме бірдеңе алайын. Жақсы, жүр кеттік. Жаңа неге ана магазинге бара салмадық? Ол магазинде нан бар еді ғой. Жоқ, үйге нан керек емес, мына жерде тұрған жерден ала салайық. Сәлеметсіз бе ағай? Сәлеметсіңдер ме? Қыздар, не аласыңдар? Шоколад, не қалайсыңдар? Так, ағай маған осыны и мынаны ақырын алып алайық. Так, маған бір су беріңіз.
Және бір осындайдан бере саласыз ба? Жақсы. Неке ақша. Рахмет. Үй, сен ондағы шоколадты қайдан алғансың? Ұрлап алдым, ұрлап. Сен несін дұрыс па? Ұрлап алған нес? Ұрлық түбі қорлық, ұрлауға болмайды. Ой, не болды барлықтарын ұрлық түбі қорлық деп. Ештеңе де қорлық емес, ол жай ғана мақал емес пе? Не болды қайта? Сенің бұл істеп жүрген дұрыс емес. Мәнін ұстай тұрш. Әкелме шоколадымды. Ұстай тұрш, дегеннен кейін ұстай тұрш. Мырза, кешіріңіз, мен байқамайына 2 шоколадты алып қойыппын. Жарайды, кешіріңіз. Қазір мен сізге ақшасын төлей салайын. Міне, жарайды, ештеңе етпейді. Оған бола кешіремін. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Міне, енді шоколад жегің кеп тұрса, ал шоколадымды. Ұрлық жасап алудың дым қажеті жоқ. Мә, саған рахмет. Мен білмедім. Жарайды, мен мынаны ақшасын қайтарып алшы, мен тек қана мынау саған деп алмақшы болғанмын. Жоқ. Мен саған бірден айтсам бола ма? Айта бер. Негізінде есіңде болсын. Ұрлық жасамауымыз керек. Егер ұрлық арқылы тапқан тамағың, ол тамақтың дәмі жаман болады, біртүрлі болады. Ал егер сен оны өзіңнің таза еңбегіңмен тапсаң, ол саған өзіңнің еңбегімен тапқандай қуанып тұрып жейсің. Мен өзім тым болмаса еңбегіммен таптым ғой деп қуанып жейсің. Ал бұл саған совет болсын. Енді ешқашан ұрлық жасама. Жақсы, мен үйіме қайтайын. Екеуміз көрші екенбіз ғой. Мен осы үйде тұрам. Егер мені іздесең, осы үйге кел. Қайта екеуміз көрші екенбіз. Сау бол. Ұят болды ғой прям. Естесем болды. Ағай, не болып қалды? Мынау шоколадты өткізіп, жаңа ақшаны қайтарып бере аласыз ба? Кешіріңіз, қалай, сіз маған ақша берген жоқсыз? Жоқ, жаңа құрбым, негізінде шоколадты ұрлаған жаңа мен болған болатын. Ақшаны қайтарып бересіз бе? Мен сосын кейін оған оның ақшасын қайтарып берем, өтініш. Жақсы, қазір ақшаңызды қайтарып берем. Рахмет сізге. Міне қалтама салып алдым. Жақсы. Қазір тұрмыз. Неше теңге болды мына шоколад екеуі? Бір шоколад, так. Бір шоколад $5, $10 болды ғой. Қазір сізге $10 бер. Мінеки. Рахмет ағай, жақсы, сау болыңыз. Сау бол. Мен кеттім үйге.